Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі сабағын бастайық. Сабақтың тақырыбы «Мен доп ойнаймын». Тема урока «Я буду играть в мяч». Бірінші тапсырма. Тыңда, қайтала. Первое задание. Послушай, повтори. Мен доп ойнаймын. Я буду играть в мяч. Мен сурет саламын. Я буду рисовать. Екінші тапсырма. Суретке қара, белгіле. Второе задание. Посмотри на картинку. Отметь. Сен не істейсің? Что ты будешь делать? Үшінші тапсырма. Суретке қара, сұрақтарға жауап бер. Третье задание. Посмотри на картинку. Ответь на вопросы. Сен не саласың? Что ты будешь рисовать? Саған неше қарындаш керек? Сколько карандашей тебе нужно? Қандай? Какие? Төртінші тапсырма. Сұрақтарға жауап бер. Сурет сал. Четвертое задание. Ответь на вопросы. Нарисуй. Сен не саласың? Что ты будешь рисовать? Саған неше қарындаш керек? Сколько карандашей тебе нужно? Қандай? Какие? Бесінші тапсырма. Тыңда, қайтала. Қазақ тіліне тән дыбыстарға назар аудар. Пятое задание. Послушай, повтори. Внимательно посмотри на звуки казахского алфавита. Балалар, демалайық. Орнымыздан тұрамыз. Алақанды ұрамыз. Бір отырып, бір тұрып, бір отырып, бір тұрып. Біз тынығып аламыз. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар, балалар.